Ибн Ақил деген бір ғалым кісі болған. Бір күні умраға барады. Умраға барған кезде Кағбада айналып жатқан кезде бір сақина тауып алады. Бір сақина тауып алған, сол сақина бір үлкен ақсақалдың сақинасы екен. Сол сақинаны жоғалтып қояды. Енді біраз не істейді, 3 күн іздейді. Сол үлкен ақсақал кімге? Ибн Ақилға жоғалғады да, сол жоғалған кезде сұрайды Ибн Ақилға. Осындай бір сақина бар еді, жоғалтып қойған едім, соны көрмедің бе деп сұрайды. Кейін Ибн Ақил сұрайды ақсақалдан, түрі қандай еді, светі қандай еді деп сұрайды. Кейін сосын ақсақал жауап береді деп, шынымен сол сақина болып шығады. Кейін сол ақсақалға береді. Сол ақсақалға берген кезде ақсақал өте қуанышып, бүйтіп риза болады сол баладан ше. Бір күні енді умраның Қағбада айналып дұғаларын бітіріп, кейін ақсақал кетіп қалады да, ақсақал кетіп қалады үйіне. Енді Ибн Ақил біраз не істеп, ол да жолға шығады. Жолға шыққаннан кейін бір ауылға тоқтайды. Бір ауылға тоқтай, осы ауылға кіріп мен намаздарын оқиын деп, намаздарын оқып, соны ұйықтап қалады. Сонымен намаздарын оқып болғаннан кейін ұйықтайды. Сол таң намаз жақындаған кезде адамдар келіп жатқандарын нелерін естиді, оянып қалады сразу оянып барып дәрет алып келеді, отырады. Енді таң намазды өткізу үшін имам жоқ. Енді ана жерде үлкен ақсақалдар Ибн Ақилға қарайды. Ғалым, ілімі бар кісі деп біліп қалады да үлкендер, ақсақалдар. Кейін сосын Ибн Ақилға өтініш сұрайды. Сіз осы таң намазымызды өткізіп беріңіз деп өтініш сұрайды. Сол Ибн Ақил шығады, намазды сонда бір керемет оқып береді. Халық риза болады ода. Содан кейін үлкен ақсақалдар айтады Ибн Ақилға, осы біздің жақында имамымыз дүниеден өтіп кетті. Сен осы ауылда, осы мешітте біраз имам болып кетші дейді да. Енді біраз имам болады, халық одан риза болады да, ол имам болған кезде. Енді умрадан келіп жатқан кезде сразу бір ауылға кіріп, сразу имам болып кетеді. Сонымен Алла ризалығы үшін сен осы жерде имам бол дейді. Енді Ибн Ақил Алла ризалығы үшін деп жатқан кезде Ибн Ақил жоқ деген жоқ. Жоқ демедім деді. Соны біраз істейді, 6 ай өтеді. Енді қайтадан шығады да, енді маған рұқсат болса, мен әлі үйге барған